Асалам деп алға тасладым қадем, тілегім шадлыққа толсын бұл әлем. Тереңнен үйреніп білімнің сырын, ойлан, ізлен тап көрсетуінен келтірдік сәлем. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан телеканалы балалар студиясының әзиз хамтырақлы болған ықласпентері. Сізбенен балалардың бос уақытының кеуілі өтуіне жәрдем беруші, һәм олардың білімін асырып барушы, ойлан, ізлен тап көрсетуі арқалы көрсіп тұрғалығымыздан біз жүдә қуаныштымыз. Достар, білесіз бе, біздердің бүгінгі көрсетуімізге бір-біріне шаққан һәм қабілетті достарымызды мұрат еткенбіз. Олар пайтақтымыздағы 26 салы Ұлыма орта білім беру мектебінің оқушылары. Демек, сіздерді бүгінгі көрсетуіміздің бір-біріне шаққан қатынасушыларменен таныстырып өтейін. Өзіңіз сезіп үлгергеніңіздей, біздердің бүгінгі көрсетуімізде екі топар қатынасушылары қатынасады. Олар шаққалар һәм де білімдалар. Демек, таныстыруды менің оң тарапымдегі шаққалар топарынан баслайман. Бірінші қатынасушымыз Элиза. Екінші достымыз Алаяр. Үшінші қатынасушымыз Жанғали. Достар, шаққалар топармен танысып алдық, ал ендігі нәубет болса, білімдалар топарына. Білімдалар топарының бірінші қатынасушысы Бақтияр. Екінші достымыз Айгерім. Үшінші қатынасушымыз Нұртас. Екі топар қатынасушылармен де танысып алдық. Ендігі нәубет болса, қызықлы шәртлерімізге. Нәубет бірінші шәртке. Балалардың білімін сынап көруші, һәм оларға мектеп сабақларынан қызықлы сұрауларды 30 болады, 30-дан 8-ді алсаң 22. Элиза, сіз бұл есапты дұрыс таптыңыз. Бәрші сұрауға дұрыс жауап бергеніңізді. Жанғали, сұрау жауап ойынымызды баслаймыз. Демек, бірінші сұрауымыз кішкене ғана бой. Мархамат. Балалардың актерлік шеберлігін һәм тапқырлығын сынап көруші екінші шартымыз пантомима шәртлері нәубет жетіп келді. Балалар, әзір сіздерге бұл ойын шартын түсіндіріп өтейін. Бұл ойынымыз дауамында біздер қатынасушыларымызға әрқилы Палау. дұрыс. Бақтияр достымызда өз шаққалығыменен бәрше харекетлерді дұрыс көрсете алды, һәм де 10 балға ие болды. Балалардың актерлік қабілетін һәм тапқырлығын сынап көруші екінші шартымыз пантомима шарты де өз жұманы жетті. Бұл шартымызде өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, екі топар қатынасушыларда белсене қатынасты, һәм де жоғары балаларға ие болды. Бұл ойынымызда шаққалар топары 10 балға, білімдалар топары да 10 балға ие болды, һәм және бір мәрте достық жеңімпаз болды. Ойлан, ізлен тап көрсетуінің бүгінгі санында қайсы топар жеңімпаз болуы сізге қызық па? Әлбетте, бізге де қызық. Демек, біздер нәубетті үшінші шартымызге береміз. Яғни бұл шартымыз жаңылтпай шарты болып, осы шартымыз арқалы бүгінгі көрсетуіміздің жеңімпазын біргелікте анықтаймыз. Демек, нәубет үшінші шартке. Қарақалпақ ауызекі әдебиетінің бір түрі болған. Ата-бабамыздан бізге мирас болып келтірген жаңылтпаш шартымызге де нәубет жетіп келді. Бұл шартымызде біз қатынасушыларымыздың жаңылтпашты қанша мәрте жаңылтпай тез айтуын біргелікте біліп аламыз. Егер де екі топар қатынасушыларды таяр болса, бұл ойынымызды баслаймыз. Бұл шартымызде қайсы топар жаңылтпашты көп мәрте жаңылтпай айта алса, сол топар жеңімпаз болады. Демек, ойынымызды менің оң тарапымдегі шаққалар топарынан баслаймыз, һәм ортамызға Элиза достымызды мұрат етеміз. Элиза, ойынымызды баслауға таярсыз ба?
есапқа береміз. Мархамат! Достар, білесіз бе, ең бейбақа ғазинеміз бұл кітап. Сондай екен, әр дайым кітап пенен дос болың, һәм білім алудан тоқтамаң. Ұстазыңыздың мәслихатлеріне әмел етіп, әр дайым үйге тапсырмаларды өз уақытында орылаң. Бос уақытларыңызды болса, бекарға өткізбестен, біздердің көрсетуімізді тамашалап барың. Егер де сіз мен айтқаларға әмел қылсаңыз, әлбетте өзіңіздің қалеген мақсаттеріңізге ерсесіз. Балалардың білімін сынап көруші, һәм олардың бос уақытының көңілі өтуіне жәрдем беруші, ойлан ізден тап көрсетуінің бәр шешәтлері де өз жұмағына жетті. Бүгінгі көрсетуіміз давамында қатынасушыларымыз өз білімдерін жоғары дәрежеде көрсете алды. Бүгінгі көрсетуіміздің ұлыма есабы бойынша шаққалар топары 29 балға, білімдалар топары болса 30 балға ие болды. Әлбетте, бүгінгі көрсетуіміздің жеңімпазы білімдалар топары. Білімдалар топары, сіздерді бүгінгі жетіскеніңізбен шын жүремізден құтылғаймыз, һәм алдағы оқуларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Шаққалар топары, сіздер болса ұлыма кеуіл кепиятыңызды түсірмең, себебі біздердің балалар студиямызда ұсылған ұсаған көрсетулер жүдә көп болып, сіздерді басқа да көрсетулерімізде күтіп қаламыз. Достар, осының менен біздерге ажатылған уақытта өз жұмағына жетіп бармақта. Әр дайым біздердің көрсетуімізді тұрақлы түрде тамашалап барың, һәм өз біліміңізді асырың. Келесі көрсетулерде көріскенше, қош саламат болың.